Жазды жемісі төгіліп тұратын алма ағашымыз болды. Піскенде көршінің бақшасына да үзіліп түсіп жататын. Балалықпен көршінің ауласында түскен алманы қорып, теріп алушы ем. Бұл қылығымды байқаған әжем бірде: "Бадам, Құдай көршілерге қарай алманың жемісін көбетіп беріпті, алса ала қойсын, көршімен ренжісуге болмайды" деп тыйып тастаған. Әжемнің бұл даналығы шариғат заңында жадына мықтап тоқып алғандығы екенін кейін түсіндім. Көрші ақысын беру жайлы пайғамбар үлкен өнеге көрсеткен екен. Пайғамбарымыздың ауласына күнде қоқыс төгетін көршісі болыпты. Бір күні әлгі кісі қоқыс төкпей қояды. Сол кезде ардақты пайғамбарымыз ауырып қалған жоқ екен деп әлгі кісінің үйіне хал жағдайын сұрап барады. Сондай керемет жақсы қарым-қатынасты көрген көршісі кәлима айтып иман келтірген екен. Бүгінде қала тұрмақ, ауылды жердің өзінде ауламызды биік қорғанмен қоршап, сен тимесең мен тиме деп көршісін көрмек түгілі танымайтын күйге түстік емес пе? Тіпті үйімізге тышқан тұмсық өтпейді. Көрші ақысы тәңір хақысы деген текті халықтың ұрпағы осындай күйге түсерін 3 ғасыр бұрын бір-біріне қарыз бермейді, шақырмаса көрші көршіге кірмейді деп мөңке би айтып кеткен. Ақыретте Құдай алдына барғанда бірінші кезекте көршіңізбен тату болдыңыз ба деп қоңсы ақысы сұралады екен. Алыстағы ағайыннан жаныңдағы көршің артық деп білген ата-бабамыз ешқашан есігін көршіге іштен жаппаған. Жаңадан тұрмыс құрып пәтерден пәтер жалдап көшіп жүрген кезім. Бір пәтерге көшіп бардық. 9 қабатты үй. Біз 4-ші қабатта тұрдық. Күнде подъезге қоқыс шығарып қойым, таңертең қоқысты алып кетейін десем жоқ болады. Солай күндер жалғаса берді. Мен кім алып кетеді деп түсінбейтінмін. Содан көршілерімнен сұрадым. Жағдайды баяндадым. Олар да алғаш көшіп келгенде түсінбей жүрген екен. Сөйтсем 9-шы қабатта ауған соғысына қатысқан ардагер тұрады. Ол кісі 9-шы қабатқа дейін жаяу көтеріліп түседі екен. Лифті пайдаланбайтын көрінеді. Сол кісі таңертең түсіп келе жатқанда подъездің ішінде тұрған қоқыстарды алып кетеді екен. Ардагерге ешкім ақы төлеп жатқан жоқ. Бірақ көршілеріне деген жақсылығы, қамқорлығы шығар. Ардагерге көршілер іштей ризашылығын білдіріп, тілеулес болады. Қазіргі уақытта сол көршімізді құрметтеп, сыйлап төрден орын береді. Көршілердің үйінде қуаныш болса, бірінші кезекте сол кісіні шақырып, батасын алып жатады. Бүгінде адамдар иман, ізгілік, қайырым, адамгершілік, адалдық сияқты ізгі қасиеттердің кете бастауы жақынды алыстатып отырған мейірімсіздігіміз емес пе? Ал сіз ше, көршіңізбен қалайсыз?